Жылма-жыл қала күні тойланып жатады. Ол енді шын мәнінде өте дұрыс шешім ғой деп ойлаймын. Өйткені қаламыз күннен күнге көркейіп келе жатыр. Өсіп келе жатыр. Мына сол жағалаудың өзі неге тұрады? Мысалы, болашақ университеті салынды, жастар сарайы салынды мысалы. Қаншама құрылыстар жүріп жатыр. Бұрын кішкентай көшелер үлкейді, асфальттанды, абаттанды. Әрбір көшеге барған сайын сол көшелердің үлкейіп, кеңейіп, көркейе түскенін көріп, бір рахаттанасың. Бұл енді біздің өзіміздің туған қаламыз ғой. Сондықтан бәріңізді де осы қала күнімен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық тілеймін, қала тұрғындары. Бәріңіз де аман болыңыздар. Мына келген нәубеттен аман есен құтылып, көшемізде жарқын, ешқандай қысылмай, қымтырылмай, кең түрде жүруге жазсын. Аллам соған пәрмен берсін. Мен енді сіздерді тағы да шын жүректен құттықтап, қаламыздың көркейе беруіне тілектестік білдіргім келеді.